Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Қазақстандық профи боксшы Садриддин Ахмедовтың елімізде кезекті кездесуін өткізетіндігі бұған дейін айтқан болатынбыз, бірақ оның қайда кіммен шығарын білмеген едік. Қазірдің өзінде бұл тұрғыда толыққанды ақпарат жоқ. Дегенмен Ахмедов бүгін Алматы қаласында 24 желтоқсан күні өтетін бокс кешінде жұдырықтасатындығын жеткізді. Бұл енді шынайы ақпарат, өйткені Инстаграмында осы датаны жариялады. Осыдан бірнеше күн бұрын Садриддиннің промоутері Камил Эстефан 17 желтоқсан күні кездесу өткізетіндігін айтқан болатын. Демек жағдай өзгеріп отыр. Ал қарсыласы кім екенін білмейміз. Әзірге мұны жақын күндері жариялайтын шығар. Бір білеріміз, ол Батыр Жүкембаевпен бір кеште бокстасады. Кеше Батыр 24 желтоқсандағы бокс кешінің басысында жұдырықтасады делінген болатын. Демек Садырға мейн-карт бұйырып тұр ғой. Кештің басты ұйымдастырушысы Зия Алиев. Елімізде бұл әзербайжандықтың басты клиенті Данияр Елеусінов. Осы тұста Данияр бокстасады ма деген заңды сұрақ туындайды. Данияр кеште өнер көрсетпейтін сыңайлы, өйткені ол қазір Америкада жүр. Жақында ғана сол жаққа кеткен. Не үшін кетті? Мақсаты не деген сұрақтарға әзірге жауап жоқ. Біздің профилердің арасында Жәнібектен басқаларының барлығында бәрі құпия әйтеуір. Жетістіріп жетіп жатқан жетістіктері де жоқ. Десе де қимылдары қырық есіктің ар жағында ұстайды. Неге? Үйренбейсіңдер ме қазақ стайлдан? Жалпы үйренетінде нәрсе емес қой. Әрбір спортшының басты тірегі ол жанкүйерлері. Ал олармен тығыз қарым-қатынас орнатылса, онда танымалдық артады, жетістік те келеді. Бірінші күннен бастап қоғаммен ашық жұмыс жасаған қазақ стайл қайда, сендер қайдасыңдар? Бұл сөз арасындағы ашу ғой. Мән бермеңдер. Даниярда негізі жақсы кездесу шығып келе жатқан. Ол Инстаграмда жеңілмеген украиналық Тарас Шелестюкпен кездесу өткізуге келісім берген болатын. Сөз жүзінде. Ал іс жүзіне көшіп келіссөздер уақыт таянғанда қазақстандықтың командасы бас алып қашыпты. Мұны Тарас ашық жариялады. Бұл үшін Даниярды айыптады да. Елеусінов Шелестюк кездесуі әрбір бокс кешінің сәніне айналмас па еді? Мұнда не, Данияр мықты қарсыластан сескенді ме? Көрсетпеді ме чемпиондық амбициясын? Білмеймін. Алиевтен бойын аулақ ұстауды бұрыннан айтып келемін. Өйткені осы менеджермен жүріп қазақтың жолы ашылмай-ақ қойды. Кирінен кеткелі бір рет қана кездесуге шықты. Ал бір кездері Даниярдан төмен болған Давид Аванасянды қараңызшы. Теренс Кроуфордпен шығады. Бұл нағыз сауатты менеджерлік пен промоутерліктің нәтижесі. Кежегесі кейін кеткен тірлік әйтеуір. Бұл сырт көзге көрінген нәрсе ғой, ал іште олимпиадалық чемпионды нақты жоспар бар шығар деген үміт басым. Шетелдік промоушнда жүрген Жан Касабутскийде әзірге бәрі жақсы. Алып жігіт асықпай, бірақ тура жолмен шың басына бара жатыр. Белсенділігінің арқасында бірінен соң бірі жеңістерге жетіп, міне есімі Америкаға дейін жетті. Американдық журналистер қазір оны Тайсон Фьюримен шығуға дайын деп отыр. World Boxing News тілшісі Фил Джейдің айтуынша, британдық чемпион Тайсон Фьюримен болар түсініксіз жекпе-жектің орнына осы қазақ профи Касабутскиймен шыққан жөн болар еді дейді. Жан Хусейн Мухаммедпен болған сында мықтылар деңгейіне көтерілгеніне көз жеткізіпті. Чисорамен өтер жекпе-жек түсініксіз. WBC бойынша мықты боксшылар көп, ал олардың арасынан Касабутский жақсы келе жатыр. Рейтингі де кездескен боксшылар тізімі де тәп-тәуір. Оның үстіне талабы да жоғары емес. Ол бұл кездесуге қос қолмен жапса кетер еді. Жанға мұндай мүмкіндік енді келесі жылы берілетін шығар. Соңғы жекпе-жегін айтар болса, қазақстандық Германия өкілеп отырған үмітті оп-оңай талқанын шығарды. Боксшылар айырмашылығы бірінші минуттан ақ байқалды. Ол чемпиондық жекпе-жекке дайын. Фьюриге қарсы оны көру қызық болар еді. Мүмкіндігі мол дей алмаймын, бірақ Чисорамен болар мисс матчтың жанында бұл кәдімгідей бәсекелесті төбелес болары анық, дейді Джей. Естеріңізге сала, Фьюри 3 желтоқсан күні Дерек Чисорамен кездесу өткізеді. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.